Леонардо да Винчинің дәслепкі шығармалары «Хабарнама», «Бенуя Мадоннасы», «Гүл тұтқан Мадонна». Бұл шығармалар Леонардоның жаслық жылларындағы, яғни үйретушілігінің дәслепкі басқышына байланысты ең әхметлі һәм белгілі шығармалары есептелінеді. Олардың әр бірі ояну дәуірі көркем өнерінің рауажлануына үлкен тәсір көрсеткен. Қаһарманымыз 1482 жылы Миланға көшіп өтіп, ол жерде герцог Ладовика Сфорзаның сарайына барады. Короллық сарайында ол байрам шөлкеместірушісі һәм бояушысы сипатында қызмет етеді. Сондай-ақ турнирлер үшін костюм эскизлерін сызады. Заманластарының анықламалары һәм Леонардо да Винчинің сызылмаларына бола ол Жәннет һәм Данайя сияқты спектакльлердің декорацияларын ислеп шыққан. Оның архитектуралық һәм инженерлік идеялары сызылмаларында сәулеленген. Милан соборының ортасындағы мұнараның фонарының, Виджевано қаласының идеал құрылысының жойбары, соның ішінде жер асты канализация системасы һәм басқалар. Бұл жойбарлар оның алдыңғы техникалық һәм архитектуралық көзқарасларын көрсетеді һәм көптеген